Каналыма қош келдіңіз. Бәріміз жақсы көретін тұздалған қиярды помидордың соғымен жеп көргенсіз бе? Егер жеп көрмеген болсаңыз, дәл осы рецепті пайдаланып, міндетті түрде жасап жеп көріңіз. Өте дәмді, сочный, тәбеташар салат болады. Бұл банкаларды былтыр жазда жауып, қысымен қытырлатып жеп шыққан банкаларымыз, сондықтан сенімді түрде салып отырмын. Дәл осы рецепті пайдаланып, биыл сізде дәл осылай қиярларды тұздап, қысқа дайындап алыңыз. Ал енді беспилә жұмысымызды бастайық. Жуылып алған қиярларымызды ең алдымен екі басын кесіп, салқын суға 5 сағат көлемінде салып қоямыз. Келесі кезекте жуылған помидорларымызды бірнеше бөлікке бөліп, дәл осылай қайнатып аламыз. Себебі бізге қазір помидордың соғын шығару керек. Бұл қатты күйінде шығарсаңыз, кішкене уақытыңызды көбірек алады. Қайнап, езіліп пісілген помидорларымызды астын өшіріп суығаннан соң дәл осылай таза марлыға салып қоюынан соғын бөліп аламыз. Бес сағаттай салқын суда көпіршігі шығып тұрған қиярды тағы да бір-екі рет тазалап жуып алыңыз. Банкаға дәм беруші және қалауыңыз бойынша өзіңізге ұнайтын тағы да көкөністерді осылай қосымшалап сала берсеңіз болады. Мен капуста және болгар бұрышы, чеснок, қызылдәрі, укроп және хрен тамыры бұл қиярды қытырлатып тұруға көмектеседі. Осыларды алдын ала жуып дайындап алдым. Банкалардың атылмай сақталуына негізі стерилдеу де өте маңызды, сондықтан банкаларды алдын ала содамен, ыдыс жуғыш заттармен жақсылап жуып, сосын ыстық суға бумен стерилдеп алу керек. Банкаларға барлық көкөністерді осылай бөліп салып алыңыз. Құрамына қосылып жатқан заттардың барлығын ретімен негізі описание бөлігіне де жазып қоямын. Дайындап алған помидордың соғын астын өшірмей, баяу отта қайнатып қойыңыз. Себебі қайнауы аз болса да банкіңіз атылып кетуі мүмкін. Оларға барлығын бөліп салып реттеп алдық. Енді ыстық қайнап тұрған суды үстіне құйып, жарты сағат бетін жауып қоямыз. Жарты сағаттан кейін дәл осы суды қайтадан төгіп, қайтадан жаңа қайнаған суды тағы да екінші қайтара құйып, оны да жарты сағат тұрғызып төгіп тастайсыз. Ал помидордың қайнап тұрған соғына дәм беру үшін тұз, қара бұрыш саласыз. Екі рет қайнаған сумен қиярларымызды стерилдеп алдық. Енді қайнап тұрған помидордың соғын құйып шығамыз. Банканың соңғы этаптары түспей қалыпты, яғни дәміне қарай тұз, шекер және де қара бұрыш, қызылдәрі салынған жерлері. Дәл осы атаған заттарды қайнаған суды екі рет құйған кезде салмайсыз, себебі дәмі жоқ болып, сумен шайылып кетеді. Сондықтан оны осы помидордың суын салған кезде саласыз. Жақсы тұру үшін банкіңіздің көлеміне байланысты, егер 3 литр болса, бір шай қасықты толтырып, ал 2 литр болса, жарты шай қасық уксус құямыз. Ал мына соңғы видео қыста біз ашып жеп жатқан кезімізден дәл осылай қытырлап, ешқандай атылмай сақталып тұрды. Рецепті пайдаланып көріңіз және ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, каналды қолдай кетіңіз.